Бауыржан Айтілеу технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттікте міне тура 5 жыл бойы қызмет етіп келеді. Ол осы уақыттың ішінде өз өмірінің тұтас бір кезеңінің қорытындысын жасағанын айтады. Өз жасына қарамастан біраз нәрсеге қолы жетті. Компанияға стратегиялық жоспарлау департаментінің менеджер лауазымына орналасқан ол енді бүгін міне аталмыш ірі компаниядағы басқарушы директорларының бірі болып табылады. Бұл компанияда мен екі бағытқа жауаптымын. Біріншіден компаниямыздың стратегиясы, екіншіден еліміздегі инновациялық белсенділікті ынталандыру болып табылады. Екінші бағыт бойынша айтатын болсақ, елімізде неғұрлым инновация мен инновациялық жобалармен айналысқысы келетін адамдардың саны көп болса, соғұрлым бізде инновациялардың дамуы ілгері тезірек болады. Сондықтан да осы мақсатта біз көптеген іс-шараларды жүзеге асырып отырмыз. Оның ішінде біз жыл сайын инновациялық конгресс өткіземіз. Ол инновациялық конгресске біз дүниежүзінен ең дамыған елдерден ең күшті деген эксперттерді, консультанттарды шақырамыз. Солармен біздің елімізде инновацияларды әрі қарай қалай даму керектігін солармен бірге ойластырамыз. Сонымен қатар біз жыл сайын арнайы өнертапқыштар үшін, инноваторлар үшін, рационализаторлар үшін арнайы байқаулар өткіземіз. Жұмыс күні қатаң түрде кесте бойынша таңғы сағат 9-да басталады. Бауыржан оған және оның командасына орындау керек жұмыстарды сызба түрінде бейнелей отырып, өз жұмыс күнін үнемі таңертең жоспарлайды. Жоспар дайын болғанында өз бөлімнің қызметкерлерін жинайды және олардың алдына дайын болған нақты міндеттерді қояды. Ал қызметкерлердің міндеттеріне біздің еліміздің азаматтарының инновациялық белсенділігін ынталандыру, агенттіктің пиар жобаларына басшылық ету және компанияны корпоративтік дамыту кіреді. Мұнда Бауыржанның жетекшілік етуімен қызметкерлер түрлі байқаулар, елдің дарынды инноваторлары мен өнертапқыштары арасында семинарлар, конгресс, форумдар өткізеді. Сонымен қатар, агенттіктің стратегиясын жоспарлап, ішкі тиімділігін арттырады. Айта кету керек, ұжым көбіне жастардан құралған. Агенттіктің 100 қызметкері ішінен шамамен 15-не жуығы болашақ бағдарламасының түлектері. Міне, ұлттық агенттікпен ұйымдастырылған Қазақстанның жас инноваторларына арналған байқаулардың бірі Knife 50K. Конкурстың сыйақы қоры аз да емес, көп те емес, 11 миллион теңгені құрайды. Ақшаға шынайы және оған нақты бизнес жоспары мен іске асыру идеялары бар өз инновациялық жобаларын ұсынған жеңімпаздар қол жеткізе алады. Конкурс финалистері өз жобаларын республикалық телеарналар эфирінде таныстырып жатады. Жалпы алғанда агенттік түрлі бағыттарда жұмыс істейді. Бірақ қызметтің мақсаты бір, еліміздегі инновациялық қызметке қолдау көрсету. Бұл үшін инновациялық гранттардан бастап венчурлық қаржыландыруға дейін қолдаудың түрлі деңгейлері көзделген. 2010 жылдан бастап агенттікке 4000 идея мен жобалар келіп түскен. Солардың ішінен 580 жоба агенттік тарапынан нақты қолдау тапты. Қолдау 12 миллиард теңгеден астам көлемде көрсетілген. Бауыржан болашақ бағдарламасы бойынша Америка құрама штаттарында Рочестер технологиялар институтында білім алды. Онда техникалық білім берудің өте мықты мектебі бар деп ой бөліседі. Болашақ бағдарламасын шетелде оқып жүргенде, мен ақш-та оқып жүргенде Америка құрама штаттары қандай дамыған ел екендігіне таң қалатынмын. Соны ойлай сараптама жүргізгеннен кейін Американың дамуы ең бастысымен ол жақта ғылымның және инновацияның дамуына байланысты екендігін түсіндім. Сондықтан да елге оралғаннан кейін мен арнайы түрде осы елімізде технологияларды, елімізде инновацияларды дамытатын компанияға жұмысқа тұрғым келді. Мен сондай компаниялардың бірі технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік. Американдық магистратураның бағдарламасы бойынша оқудың 2 жыл ішінде алған білімдері мен дағдылары ешбір асыра сілтеусіз оған мұнда өз орнын табуға септігін тигізді. Бұны болашақ түлегінің ұжымы да растайды. Әріптестер бағдарлама түлектерінен басшылардың жаңа үлгісі пайда болууда деп баса назар аударады. Жас, дарынды, ал ең бастысы жылдам әрекет ететін және уақыт талабына лайықты шешім табатын мамандар. Негізі Бауыржан Айтілеумен жұмыс істеп жатқаныма мен көп болған жоқ. Дегенмен де біраз нәрсені өзім үшін аңғарып қалдым. Басшы ретінде, орталықтың басшысы ретінде Бауыржанда бір-екі ерекшелік бар. Ол әсіресе қазіргі осы алғыр жастарға тән қасиет, ол кез келген ақпаратты, кез келген жаңалықты тез қабылдай білетін қасиеті. Екінші мәселе, тағы бір айтатын қасиеті Бауыржанның, ол оның кез келген мәселеге өте тиянақты қарауы.
өте ұқыпты қарау. Бауыржанның бойында спортқа деген сүйіспеншілік те бар. Күн сайын жұмыстан кейін жас маман спортқа көңіл бөледі. Спорттың күшті талап ететін түрін жақсы көреді. Бұл жаттығулар өзімді сергек ұстауға көмектеседі дейді ол. Күш жаттығуларымен қоса Бауыржан үстел теннисімен де шұғылданады. Жұмыстан кейін келіп, спорт залға жаттыққанды өзім жақсы көрем. Күн ара келіп тұрам, жаттығам, сосын теннис ойнаймын. Теннис өте өзіме ұнайды. Себебі бұл жерде көп қозғаласың, екіншіден өзінің реакцияңды дамытасың. Үшіншіден кішкене жұмыс күннен кейін көзің демалады. Көзді демалту үшін өстіп келіп, спортзалға келіп жаттығам, теннис ойнаймын. Бауыржан кәсіби қызметінде елеулі нәтижелерге жетті деп айтуға толық негіз бар. Өзінің сүйіктісімен айналысады. Ал бұл деген оның алдында әлі талай зор жетістіктер күтуде дегенді білдіреді. Бұған күмән келтіру де мүмкін емес.